Танысып қояйық, титтейлер жанұясы. Өздері аттарына сай титтей болғанымен, қоятын сұрақтары үлкен, және сол сұрақтарға жауап табу жолдарын өте жақсы біледі. Жауапты кітап ішінен іздейді, әрине. Кел, кітапқа бір сүңгіп, қызыққа кенелейік. Танысып қояйық, титтейлер жанұясы. Әке, ана, Қайрат, Дарын, Дария және де әрине қоңыз. Титтейлер расымен де титтей-ақ, олар өте білім құмар жандар. Кітап жинайтын шкаф, өмір сүретін де сол себептен. Сен де кітапқа батудан қорықпасаң, өзің кішкентай болсаң да, қоятын сұрағың қаншалықты үлкен болмасын, оның жауабын міндетті түрде табасың. Ал титтейлер оны қатырады. Жаңбыр жауып тұр. Кішкентай тапқырлар отбасының ең үлкен баласы Дарын бір күрделі сұрақтың шетін шығарды. Мұхиттың тұңғиық түбінде тіршілік иелері бар ма? Сонда анасы, кітапқа сүңгіп, осы сұрақтың жауабын іздеп көрейік, деді. Дайвингке арналған костюмдерін ұмытпаңдар. Сөйтіп, кішкентай тапқырлар дайвингке арналған костюмдерін киіп, шкафтың жоғарғы сөресіне шықты. Әкелері мұхит түбіндегі тіршілік деп аталатын кітапты таңдады. Сұрақтың жауабын тапқасын, үйлеріне қайта оралу үшін қажет болатын сиқырлы қызыл жіпті қолына байлап алды. Сөйтті де секіріп еді, мұхиттың ең терең жері Мариана шұңғымасына бір-ақ түсті. Мариана шұңғымасы мұхиттың ең терең жері, деді анасы. Оның ең терең нүктесі теңіз деңгейінен 11 000 метр төмен орналасқан. Мұнда үлкен әрі қорқынышты балықтар жоқ па? Әйтпесе менің қоңызым қорқып қалады, деді Қайрат өзінің қорқып тұрғанын жасырғысы келіп. Сонда әкесі, біз мұнда өте қызықты тіршілік иелерін кездестіруіміз әбден мүмкін, деді. Айтқаны айда келді. Кішкене төмен түсіп еді, айнала шыр айланып шыға келді. Қараңдар, деді Дария бірдеңені нұсқап. Бұрын соңды осыншалықты кішкентай сегізаяқ көрмеппін, құлағы да бар екен. Я, бұл Гримпотевтис, деді анасы. Ол суда жүзгенде жүрген пілге ұқсайды. Бопты, бұл онша қорқынышты емес екен, деді Қайрат. Мәссаған, анаған қараңдар. Дарияның даусы ерекше шықты. Мына балықтың басы мөлдір екен. Шынымен де әп-әдемі апистопроктит балық өтіп кетті. Оның басы мөлдір болғандықтан ол өзінің төбесінде кетіп бара жатқан балықты көре алады, деп түсіндірді әкесі. Табиғаттың тылсым сырлары көп емес пе? Мұндағы тіршілік иелерінің бірінен бірі әдемі. Анау медузалар жердің астындағы кемпірқосаққа ұқсайды екен, деді Дария. Ксенофорлардың денесі мен қармауыштары жүзген сайын түсін өзгертеді. Кішкентай тапқырлар төбендей берді. Бір кезде әкелері бір балықты көрсетті. Оның нәзік болғаны соншалық көзге әрең көрінеді. Бұл липарит балық, деді әкелері. Мұхитта одан терең тіршілік ететін балық жоқ. Өзі сүйкімді екен, деді Дария. Оның түсі күлгін болады, және бізден қатты үлкен емес. Сонда анасы сөзге араласып, бірақ ол 1600 пілдің салмағына тең келетін қысымға төтеп бере алады, деді. Бұған қалай таң қалмайсың? Ол ең терең жерде өмір сүре алатын балық болғанымен, мұхиттың түбіне әлі бірнеше мың метр бар. Олар өздері білгісі келген сұрақтың жауабын тапты. Сондықтан әкелері сиқырлы жіпті 3 рет тартып қалып еді, судың бетіне қарай көтеріле бастады. Бірақ жол жөнекей олар липарит балықтан әлдеқайда үлкен, бірақ біраз ұсқынсыз бір балықты байқап қалды. Бұл теңіз қармақшысы, деді әкелері. Қараңдар, оның қармауышының ұшы жанады, сөйтіп кішкентай балықтарды өзіне шақырады. Керемет! Қайраттың қызығып кеткені соншалық сиқырлы жіпті жібере салып, теңіз қармақшысына қарай жүзе бастады. Абыр болғанда Дарын өзімен бірге қол шатырын ала шыққан екен. Дария қол шатырды ала салып, Гримпотевтистің құлағын ұрғандай теңіз қармауышына салып жіберіп қалды. Ол үркіп кетіп қалды. Әкесі Қайраттың қолын мықтап ұстап, барлығы сиқырлы жіппен жоғары көтеріле берді. Соңында әдеттегідей кітап сөресінен бір-ақ шықты. Сонымен тағы бір сұраққа жауап таптыға, деді әкесі риза болып. Я, мұхит түбінде тіршілік бар екен, дегенмен ең терең нүктесінде тіршілік жоқ. Кейбір балықтар үлкен әрі қорқынышты болғанымен, кейбірі кішкентай тапқырлар сияқты ғана екен, деп толықтырды Қайрат. Шынымен де таңғажайып нәрсе, деді анасы.